Баршаңызға сәлем. Өте дәмді сорпа тамақтың рецептімен бөлісемін. Сорпасы мөп-мөлдір болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Етті салқын суға жуып, кастрюльге салып, үстіне салқын су құйып, кішкене тұз салып, оттың астын жағып, етті қайнатамыз. Ет қайнады, енді көбігін аламыз. Көбігін алып болған соң, бірден туралған картопты саламыз. Картопты ет қайнаған бойда бірден салсаңыздар, картоп езіліп, өте дәмді болып піседі. Көбігі жиналып қалған болса, тағы да көбігін алып тазалаймыз. Қақпағын толық жаппай, кішкене ғана ашып қоямыз, ауа кіріп тұру үшін. Оттың астын қаттырақ шығарып, бір қайнатып аламыз. Қайнаған соң, өте баяу отта, шамамен 30-40 минуттай қайнатамыз. Ет пен картоп пісті, етті сүзіп алып, сүзгішпен сорпаны бір тазалап аламыз. Енді майдалап туралған пияз және де теркадан өткізілген сәбізді қосамыз. Сәбізді майдалап қолмен турай салсаңыздар да болады. Бастысы майдалап туралу керек. Шамамен 10 минуттай осылай өте баяу отта қайнатамыз. Енді кеспесін қосамыз. Мен сияқты спагетти қоссаңыздар болады, немесе арнайы супқа арналған дүкенде сатылатын кеспені немесе қолдан жайылған кеспені қосып, шамамен 5-7 минуттай өте баяу отта пісіреміз. Кеспесі бірігіп қалмау үшін арасында араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Егер де спагетти салған болсаңыздар, онда ұзағырақ піседі, шамамен 10 минуттай. Тамағымыз дайын болып қалды. Енді майдалап туралған етті қосамыз. Енді дәміне қарай, егер де тұзы аз болып жатса, кішкене тұз қосып, қара бұрыш қосып, және де майдалап туралған немесе теркадан өткізілген сарымсақты қосып, оттың астын өшіреміз. Өте дәмді сорпамыз дайын болды. Қалауларыңыз бойынша зейілін қоссаңыздар болады. Сорпасы деген енді өте сондай күшті болып, прозрачный болып шықты. Оның құпиясы сорпаны қайнатқан кезде қақпағын сәл ғана ашып қою керек, ауа кіріп тұру үшін. Сіздермен болған Назым. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеомен бөлісіп кетіңіздер. Сіздерге ас болсын.